Кешімізді ары жалғастырамыз. Келесі шығатын жігіт негізі біз жаңада бері айтып жатырмыз. Сарыағаштан, Жетісайдан, Кентаудан, жан-жақтан келіп жатыр. Келесі шығатынның біздің үміткеріміз негізі басында қай қаланың атынан шығасыз деген кезде Әзербайжанның атынан шықсам бола ма деген тұғын. Сосын бізде қойыңыз, туған жеріңіз Шымкент қой, Шымкенттің атынан шыға беріңіз дедік. Қарсы алыңыздар. Негізі КВН-де де ойнаған, қазіргі таңда Мафия және Тахия театрының әртісі Мамыр Еспергенов. Жайлап дау болып отырады дейме. Кішкентайлар шықты. Аш адам шақырып, тоқ адам шақырып деме. Рахмет мана. Тоқшылықтан аянбасын бұлай. Önce сол тамақтан бастайық. Қазақтар мен немістер соғыс кезінде ұрысы бар дейді. Бізде бір немістің басы 10 қазақ солдатын ойлаған басын ойнайды. Бізде бір қазақ 10 немістің қол жұмысын істейді. Бізде бір немістің басы 10 қазақтың ойлаған. Бізде бір қазақ бір қойдың етін жеп қояды деп. Қой мүмкін емес. Ал қойсы мен рота кіріп барып қабанбайды деп. Мен бір қойдың етін жей аласың ба? Не болып? Жесең соғыспайсың, ауылға қайтарамыз деп. Қойдың етін бәрін котлет қып әкеліп, котлет, деген, шара, тарелік бәрімен әкеп жатыр. Немістер, мияқта қазақтар бәрі қарап тұр. 5-6 котлет қып, қазақ, қабанбай, же, қабанбай, же. Бұл адам жейміз ғой, қойды қашан әкеледі деген. Қой жеп қойған қазақ дейміз. Қазақ десек, момын халық есімізге түседі. Бір кемпірмен шалпыра деген өте момын, ешкімге ұрса алмайды. Үйіне қарай тас лақтырып атайды бала-шағалар. Бұзылған балда жаңағы ауылдағы шипырын, терезе бәрін сындырып атыр. Сөйтсе кемпір шығып, балдар, қойсаңдаршы, тас лақтырмаңдар, ұят болады, кіріп кетпішке. Шал шықты, балдар, бұларың болмайды, терезе сынып атыр. Қазір итіме айтам, ақ төс, айт, десе иті. Ау, итіне дейін мал егесіне тарғар деген. Мынау, және соғыс кезінен бастадық қой. Анау үйдің еркесі болады, келесі еркесі болады, білмеймін бұл қандай екен. Бір қыз сияқты балдар окопта боянып отыр дейді. Танкі келе атыр, келе берсін, помада берші. Танкі кеп қалды, келе берсін, қастыретін берші. Танкі кеп бұш деп тоқтап капот ашылып, ішінен бір неміз ат шық. Не? Гранат лақтырмайсың, нормальный. Ода бір үйдің еркесі екен да. Бізде апалысымен жақсы тұрады бір-бірімен. Екеуі бірақ алмалы-салмалы тісті ауысып кетіген. Сіңісі тісті кейкет қып бешірге. Әпкесіне жігіттерге бадырым. Кәш шығам, кәш мені. Босы қасан шығамыз, бешірге кешігетін бол. Кәш мені, кәш шығам. Албасты қаяқта жүрген. Сіңісі кіріп, албасты қаяқта үшін әкел тісті. Аузына салып. Албасты әліне қарамай шашылып жеп де керек. Негізінде мынау көбінесе бір-біріне қарыз беріп тұратын қазақ келіншек ұйықтамай жатыр. Түнгі 3 болған неғып ұйықтамайсың? Білмеймін, төбедегі көршімізге 5 теңге қарызбын, ертең беретін күнім солай ұйықтаймайтын. Қазір балконға шығып, көрші, біз саған 5 теңге бермейтін болдық. Ұйықтай бер, енді ол ұйықтаймайтын болды. Чапаев пен Петка осы жолында айтылмады ғой деймін. Егер палатты сатып алып, майып көшіп, ерте жаңбыр жауып кетіп, палатын құрып, ерте ұйықтап қалып, түнгі 3-те ұйқысы қанып қалған Петка: Василий Иванович, қараңызшы, аспан ашылып кетті, жұлдыздар қандай жымылдап тұр. Таңғы жұлдыздардың атасымен палатты нұрлап кетіп қойды. Негізі әртіс қалып, жындылармен айырмашылық сәл, өмірде болмаса, сахнада айырмашылығы жоқ. Жындылардың бір анекдотын айтып берейін. Екі жынды анекдот айтып отыр дейді. Бір күні столдың төбесінде сиыр отыр дейді. Сөйтсе қасына крокодил ұшып келіп, сиыр сағат қанша болды десе. Понедельник десе, ой бұл қыс болып қапты ғой деп ұшып келеді. Ой бұл уақыт болып қапты ғой.